Так, Изатай, что у нас? Подкаст. Барлық сұрақтар дайын ба? Вопросы готовы? Вопросы готовы. Настрой мощный. Кофе, вода. Все готово. Все четко, да? Звук, свет. Да, я думаю, все в порядке, да? Это что такое? Как здесь свет? Как это произошло? Почему свет поменялся? Ну-ка еще раз. Вот теперь уже бордовый. Не помню, почему бордовый цвет. А, это же бордовый цвет, это же цвет наших друзей из тенниса. Ну, мы должны про них, я должен про них сказать, но в нормальном цвете. Давайте еще раз. Вот так вот нормальный цвет. У наших друзей и Tennis KZ крутые бонусы. Кэшбэк даже за проигрыш. А по промокоду ProMKZ24 вы можете получить бонусы и теннисировать свою жизнь. Ассалаумалейкум, достар, бұл промо подкаст YouTube арнасы. Менің есімім Арман Абдрахман, қасымда отырған Исатай Мади, және де біздің қонағымыз үш дүркін имаф ММА-ден әлем чемпионы аңызға аталған Траныс, тірі легенда дейсің ба? Triple C, People Champ, Crash, Тигр дегенде қуып кетсең, баға қош келдің. Астынан да көргенге қуаныштымыз. Не болды? Панкратион жаңа сол камера мотор болмай тұрып Панкратион Иә, бірнеше күн бұрын Панкратион аяқталды. Қазақстан чемпионаты. Панкратионның енді үш дүркін әлем чемпионы болу ойда бар ма? Енді білмеймін. Панкратионға просто зарплат үшін шықтық. Жаңа бірінші национальный сборныйға кіріп, потом я Азия, я мирдан орын алу керек, зарплата үшін. Бірақ Соған, а так былай просто Қазақстанға шыққанға ештеме берілмейді. А так мирға ештеме бермесе шықпайды едім. Затем лишний травма. чемпионат мира қайда болады? Белгісіз, білмеймін. Ну, барады. Турция дейді, білмеймін, әртүрлі. Жылда өзгеріп кетеді ба соңында. Сонда зарплата ол қалай? Медальға байланысты ма? Мысалы, үшінші орын алсаң бір зарплата, екінші орын алсаң бір зарплата, үшінші орын алсаң бір зарплата ма? Короче, ана Ақтырау, Маңғыстау жақта Қазақстан отсаң, любой видтен зарплата береді, облыс спортта. Бізде Ақтөбеде чисто мирға, не олимпийский спорт. Әр облыстыққа бөлек, система? Иә. Бізде Ақтөбеде чисто мирдан, Азиядан орын алсаң, любой үшінші орын алдың, екінші орын алдың, бірақ зарплаталар әртүрлі. Үшке шамалы аздау, екіге аздау, көп тыңдай. Мирді отсаң, енді шамалы большылау. Ал сборныйға кірсең, жаңа спорт комитеттен аласың, короче, мирда алсаң, спорт комитеттен бір жыл аласың. Жаңа мирдан мирға дейін. Сонда любитель сияқты, ММА-да да солай алдым. Сонда сен келесі жылға, мысалы, Қазақстан чемпионатында, сосын әлем чемпионатына оны подтверждать ету керексің. Иә, жылда подтверждать. Имафта 3 жыл қатарынан солай болды ғой. Результат болса, сенің зарплатада қалдырады. Қалдырады, иә. Қалдырмасы болмаса алып тастайды. Иә. Мирда ұттың, мысалы, мирда ұттың, келесі жыл Қазақстанға шықпай қалсаң, зарплатын алып дейді. Сборныйда постоянно боласың, бірінші орында жүрсің, қаш. Сборныйда жүрсің, зарплата olur. Но не факт, ол бәріне беруі мүмкін. Өйтсең өтесің де документация. Сол ғой, кешеден бері уже жұрт шулап жатыр да, негізі профилер көп, жастарға мүмкіншілігі аз деген сияқты. Сосын ойлаймын, енді жылда солай болатын Панкратион ғой негізі. Жастарға бір жағынан жақсы ғой, опыт алады братан бізден. Ол жылда солай болатын нәрсе. Осы жыл ғана емес, профилер бар төреші. Иә. Жылда солай болады. Просто почему-то осы жылы профиль күн көп кажется, да? Өйткені осы жылы не? Трансляция болды ғой. Сол үшін көрдің ба? И неде найзада салынып отырды ғой. И содан как будто эффект болған сияқты, да? Что бәрі көп қатысқан сияқты ма? Иә, как будто профи көп. Но негізі өткен жылдарда солай ғой. Бәрінде де қой. Дәурен Гойтиларда қаншама олар Панкратионнан бірнеше мир алып тастаған. Сабит мысалы уже 3 дүркін кажется, или 2 дүркін әлем чемпионы. Трехкратный чемпион мира мысалы. Походу, Дәурен 2 рет алды. Так что да. Ол да дұрыс, ол да бар. Ну еще знаешь, неден бастаған? Бір жігіт Инстаграмда ма или Инстаграмда кажется, да? Бізде комментарий жоқ бізге. Я вот по ходу жарыстан шыққан, вот так чуть-чуть обида, может, жалоба. Мен оны тоже бір жерден түсінемін, потому что қарашы мысалы, сен вот любительсің, вот сенде профбой жоқ. Сен вот тренируешься, сенде мысалы мүмкін бірінші, екінші жарыс. А сендер профиктер. Сен мысалы там найзада Қазбектің шыққан, Сабит чемпионы Fight Nights. Мында бар, мынау Дәурен Менебек, Мурат Абдрахманов. И, конечно, сен вчера их видел, да, ютубта көрін, или там так видят, их видят чемпиона, не тут у тебя на одних соревнованиях. В общем, мировойда имаптықінде болу керек қой. Профтар шықпайды деген. Имафта сондай ғой, профтар шықпайды. Даже мысалғандай коммерческий бойға шыққан өзінде де видеоларын көрініп қалса, ютубтан қараған кезде, все, бұл шығармайды істейді. Система бірдей болу керек. Иә, бұл үшін, иә. А так запрет қойылмаса, значит,
Ну да, это же разрешено. WMO-да бұл кезінде былай болды. WMO профта любительде шыға береді. иә Иә. қиын болатын иә ол жағынан кішкене. Но осы шоу көрдім но бұл вообще трансляцияның болғаны менің ойымша ертең жақсы эффект береді. Өйткені андай бізде тема бар ғой, мен қазақтармен төбелеспеймін деген сияқты. Қазір уже мынаның бәрін көрсетіп тастағасын, уже ертең задний беру қиын болады. Мен типа қазақтармен төбелеспеймін деген сияқты. Ну давай по факту Қазақстан ішінде ең қызықты, ең шулы жекпе-жектер всегда қазақ пен қазақ. Конечно, я об этом постоянно говорю. Всегда солай, иә. Вот, ну, сен қатыстың өткен жылы бір жекпе-жекке, иә. Тоже кезінде кім Әліби мен Аслан қалай шулады. Нұрбек бар. Иә, оны жасыратын ештеңе жоқ, ол солай. Өйткені ана жақтан Бразилиядан келген адамды ешкім былай қатты қабылдамайды. Сырттан келген біреу дей салады да, болды. Мына жақта кәдімгідей уже екі қазақ шықса екі лагерь болады да. Жанкүйерлердің қызығатын жанкүйерлердің саны көбейетін сияқты. Сондай ертең эффект болуы мүмкін, типа, ну, уже трансляцияда көріп тұрады ғой адамдар, могут предъявить, сказать, айналайын, сен залы кеше сенімен финалда төбелескен бала, иә, Орынтаев. Уже, по сути, история бар. Алғыс шарт жасалды да, уже, типа, айталады, в смысле, егер сен ертең или Орынтаев айта алса, типа, жоқ, мен қазақпен төбелеспеймін, айта алса емес, ол айта алмайды уже олай. Панкратионда төбелесіп саған бәрі біледі. Дәл осы студияда Теймур Жапаров айтқан. Ну вот это бөлек, мынау нәрсе бөлек. Помнишь, да, Теймур? Я тебя спросил, чем отличается? Вот любительский жарыс, где вы за медаль грамоту деретесь, и вот проф. Он говорит, это бысқаша бөлек. Медаль, грамота, зарплата получается. Ну там тоже ақша получается. Ну в будущем, если ничего не выиграешь, ақша болмайды ғой. И этот Панкратионға спорт ретінде де кішкене көңіл аударылды да, тоже жақсы. То есть найза өзінің медиа ресурсын қолданып бұл жерде. Панкратион тұрған чисто ММА ғой. Иә. Чуть партерде элитте не жоқ, уақыт аз. Мне кажется, Панкратионға раунд қосу керек. 2 раунд или 3 раунд по 2 минуттан. Потому что там қанша, там 5 минут, кажется, да? Очкомен. Бам-бам-бам-бам. Но если вот раунд болса, мне кажется, нормально будет. 5 минут андай ғой. Грязный тоқтатып отыратын болса нормально. Ты че, бір күнде 4 бой бересің, братан, 10 минут бой төбелесу қиын. Ну просто если егер раунд болса, ты такой, все, первый раунд он выиграл, второй раунд, все такой, и у тебя по раундам ты можешь выиграть. А так вот, мен просто мысалы там рукопашка көргім бірнеше рет там засудить вообще 5 минут же. То есть попадание есть, может там боковой не засчитать, не увидеть, тем более. Көрдің бе? Этот в центре видит, боковой екі там не видит. Кеше солай болды, братан. Это обидно. Ну, а когда по раунду такой, все, ты раунд 10-9, все. Судья тұрады, біреу давление берсе бере береді, короче. Да, вот поэтому мен бірнеше рет айттым, рукопашкада, вот Панкратионда, вот там, где баллы считают, вообще изи засудить. Даже бокс. Ты смотришь такой вот так, бам-бам-бам-бам. Ну, это ладно, другой вопрос уже. Не, судьяларға давить ету оңай айтпақшы, иә, прям анау бір спортсменнің несі жағы, оның тарапы қаттырақ шулап нетіп жатса, каждый бір қол лақтырғана балл дей берсе, судья жестко потеря ұстайды. Мен ондай позицияда болғам, өте қиын ана жерде. Сен өз-өзінің нелеріңде сомнение ұстай бастайсың. Кеше қараған кезде, бірақ кейбір судьяларымыз әр регионнан бір адамды алып көрдік қой судьяларды. Кейбір судья жас балдарда болды да, может андай үлкен кісілер айқайлаған кезде шамалы беріп жіберуі мүмкін. Андай үлкен судьялар аз да бізде. 3 ковер болды. Сосын негізі 5 минут, 4 минуттан қысқартты да. Бірінші күн традишінде адам көп болды. Мысалы 5 бой бердім. Мысалы 5 круг қой менде, бірақ бірінші свободный 4 бой бердім. Солай. А элитте уже адам аз болды. Күнде извешенный болды да, с утра извешенный, 3 сағаттан кейін бой. Ну, элит еще не поопаснее ғой, все равно басқа ұрғанда уже басқаша кетеді. Ол уже басқа Панкратион совсем басқа. Ана жылдары тек, короче, бір кешке өлшенесің или таңертең өлшенесің, келесі күні төбелесіп жүрді ғой алда. Еще 2 виткеде бір ақ рет өлшенесің. Мысалы элит ұтылып қалды ма, вес қоймайды, ертеңіне шыға берді. Ал бүгін әрқайсысына өлшенесің. Егер бір екі дисциплина болса, онда мына жақта взвешенсіз. Бірақ әр регионнан 2 адамнан. Мысалы біз 3 адам алып келдік. Мен бірінші күні шықтым. Мен бірінші күні ұтылып қалған кезде ертеңіне шығатын едім, бір баланы аптайтын едім. Қалған 2 жас бала болды да бізде. Ондай өзгерістер немен байланысты? Неге солай істеген олар?
қалай Вот сондай сен айтып тұрсың ғой күнде өлшену деген сияқты. былтыр басқаша болған, осы жылы басқаша. чемпионат мирда Ташкентте солай істеп жүрген А, ана жылы. все. Қазақстанда бір күн бұрын өлшегенде туристерген ғой, а Ташкентте с утра істеп жүрген, соған байланысты істеп жатыр. Все, енді түсіндім. До этого мысалы чемпионат Қазақстанда ана жылы нокаут болмайтын болды традишнда баста. А Ташкентте чемпионат мира нокаут болса уже шығарып жіберетін болды. И биыл нокаутты қосты, короче. Ана жылы позиция болған жоқ удержание, а чемпионат мирда позиция болды, көрдіңіз ба? Жылда өзгере береді правиласы, короче. Ережелер. Ана жылы позиция болған жоқ, құлаттың болды. Балл, позиция балл бермейтін болды. Жылда өзгеріп жатыр, короче, техникасы. Шамамен қанша зарплата сонда? Панкратиончик мысалы әлем чемпионатының жүлдегері болса. Әлем чемпионаты жүлдегері болсан, жүлдегер білмеймін, әр веске. Мысалы мен чемпионат ММА-дан чемпионат мира жүрген кезде мен бірінші жылдары жарты ставка алып жүрдім, жарты ставка 150 мың болды. Сонда полный ставка примерно 300 мыңдай. Полный ставкаға жеттің ба екінші мир алғаннан кейін, например? Үшінші мир алғанда жеттім. Үшінші мир алғанда. Почему, неге? Білмеймін. Жарты ставка саған берді. Или мүмкін бір ставкасы болған, екі спортшыға бөлінген да, походу. Солай ма? Ондай. Ставканы қалай определять? Ну, жарты ставка жайды, бір мир жарты ставка болсын, екі мир уже бір ставка толық болып тұр ғой. Мен 2001 жылы 2018 чисто облыс спортын алдым. Қалған двукратный болған кезде уже ДШН-ға іліктім. Мен бірінші жылы аккредитация болған жоқ қой. Аккредитация болған жоқ, біз без аккредитация бардық қой чемпионат мира. Хайвай болды ғой. Екі федерацияға болып жатқан кез ғой, сол дәуірде. 19-да енді құрылды да, мен сол кезде полный ала алмадым. 2019 полный команда бәрі национальный сборный құрылды, уже үшінші жылы маған уже полный қойды. Мынау пандемия кезі болды ғой, как раз 2020-да мир болған жоқ қой, бізде болу керек дейсің Астанада. Сол пандемия кезінде зарплата төленіп тұрды ма? Пандемияда созылды, автоматически созылды, бірақ бір жарты ставка болды. Үшті алғаннан кейін бар полный болды. Соған да тоғы екен. Панкратион примерно солай болатын шығар. Панкратион? Панкратион да солай төлейтін шығар деген ғой, примерно. Солай төлейтін, білмеймін, алып көрген жоқ. Айтылмайды ештеме. Тоже жарты ставка. 50 мың теңге дейсің ба? Нет, примерно такой же, они же тоже не олимпийские спорты, правильно? Скорее всего, то же самое будет, наверное. Ну, енді қара, қаншама профи сонда шығып жатыр да, ну, вообще енді ол соған тұратын нәрсе ма? Мысалы, айына 150 мың деп алайық, есептейік, 12 ай зарплата алатын болсаң, бұл айына жылына 1,8 шығып. 1,8. Ол мысалы Сәбит қазір, Сәбиттің мысалын келтірейік, нокаутқа болады. Как минимум нокдаунға болады. Ол, скорее всего, бір айдан кейін титульникқа шықпайды. И, наверное, примерно сондай ақшадан айырылды қазір. И еще карьерный рисктер бар, Камил ренжуі мүмкін, айналайын сен мына жақта үлкен турнир, титульник, сен мынандай нәрсемен айналып жүрсің деген сияқты. Тоже профилі үшін де риск деген ғой. Ол зарплата ондай тәуекелге пара-пар нәрсе ма деген сияқты. Егер де мысалы гонорарлар нормально болса, мысалы мен гонорарым нормально болса, мысалы $10,000 алатын болсам, панкратионға шықпайды едім мен. Мысалы мен жылына, ана жылы 2 ақ бой бердім. 2 ақ бой, мысалы $1,000,000 теңге. Бір бойын $1,000,000. В общем, 2 миллион теңге. 2 миллион мысалы 12 айда бір рет алдым. Ал мысалға $1,000,000 теңге аласың, сол 2-3 айда құрып жүресің де. Анау ай сайын стабильно түсіп тұрады, білесің уже түседі. Пассивный доход. Білесің да? Бірақ уақытылы түсіп тұрады, үкіметтігі уақытылы түсіп тұрады, білесің. $1,000,000 теңгені аласың, сен бойға дейін дайындаласың, жарысын құрып тастайсың. Ну, в целом, сол бір жылдық, грубо говоря, панкратионның зарплатасына келіп тұр ғой. Егер ДШНК-дан не спорт комитетін алсаң, 300 мың теңге нормально, 300 мың теңге, 3 миллион теңге даже көп аласың гонорардан, брат. Ну, қара, ондай зарплата алып жүрген балалар бар ғой, жалпы бар. Оларға не ма? Шынымен де ол жақсы көмек пе? Көңілін полностью тренировкаға аударып. Эффект бар ма деген сияқты. Адамға байланысты, спортсменге байланысты ғой. Адам адасып кетем десе өзін өзі кете береді, білесің ғой. Кайфовать етіп жүріп, бірден десе ақшаны көтере алмай қалса. Мысалы да жаңағыдай 2 миллион гонорар алып, мысалы жылына туриспей алатын адамдар бар ғой. Адам өзіне байланысты. Мысалы бізде балдар, мысалы мен алып жүрдім, мысалы дайындап жүрдім. Мысалы сборныйда панкратион жеңіп алдым, Альбелер қазір биылдан бастап алып жатыр. Ана жыл чемпион болды, бірақ биылдан бастап алып жатыр ма, сондай бірдеме бар.
сондай бірдемелер бар. Ол өткен жылы алды, бірақ ол кезде бюджет болған жоқ қой, бюджет или ноябрьде болды ма чемпионат, бір сондай бірдеңе болды. Жоқ, ол өткен жылы майда болды чемпионат, сол бюджет енді құрылып, сондай осы жылы бірдеме бөлінген шығар, иә. сондай бірдемелер Қарастырылды, осының результаты бар, и осы 2024 жыл бойы зарплата алады енді Әліби, иә. Сборныйда қалды, жалғаса береді. Чемпионат медаль алса, келесі жылға созылады. Осы жылы мирға барады, Әліби условно, иә. Иә. Барады, егер мирға келесі жылда уже январда. Прикольно. Енді білмеймін, панкратионда талқылау керек деп есептедім. Дұрыс қой, дұрыс, иә. Жұрт шулап жатыр. Бір жағынан андай, начинающий боецтерге де опыт қой. Мен мысалы мен каждый 7 сайын панкратионға, грэплингке, рукопашкаға өсетемін облыста. Просто бір жақта кетіп жатыр да, айыптап жатыр да, просто спортсмендер именно профилерде жастарды тұншықтырып жатыр, анау мынау деген сияқты. Сосын екінші тарапты да тыңдау керек қой, олардың қандай аргументтері болады. Жастарға мысалы чемпион болады, қопы жоқ, мирға барады, ұтылып қалады. Не Қазақстан аты да туы да көтерілмей қалады. Жаңа сен бір жақсы әңгіме бастап отыр едің. Қандай? Багамен қалай танысқан туралы. Бага. Өзі айтсын. Я еще скажу, да, сондай болған. 2017 жыл, 18 ба? 18 августте ма? 18. Жаздың соңғы жағы. Да. Астана ашық кубогы, ММА-дің ашық кубогы. Бағдат бар, Нұрбек бар, Нұржан бар. Будабай деген болды, қазір Азаматпен бойысқа туысты, Найзада. Будабай үлкен жер. Азамат же братан тренер қазір. Иә. Сонымен туыскен бір Будабай деген бала болды, тоже 4-іміз шықтық. Сен сол чемпионатта 57 да килограмм? 57 шыққан. Мен есімде, кішкентай, қап-қара Бага. Всех там разносит. Күзде ғой, августе ауылдан 2 ай каникулдан келдім да. Сыра бір айды енді бастап жатқан. Демалып сол кезде. Жарысқа барасың ба? Кеттік жарысқа. Бастық. Есімде еще 2 құлақ пельмень. Өзі кішкентай. Уже сол кезде, иә? Да, уже сол кезде. Он всех там разносит. Бам. Негізі 52 пайда болғанша дейін қалай 57-те қиын болды ма? Қиын болды. Салмағым ол кезде мен 53-54 болды. То есть даже қумайсың кез. До. 52-ке қойдым ғой боевой самбоға, 50-ге қойдым жекпе-жекке. Облыста, чемпионат облыста жекпе-жекке шығамын, рукопашкадан панкратионға шығамын. Короче, бәрінен бірінші аламын ғой. Бірақ жекпе-жекке кетіп қалып жүрмін. Жекпе-жекте 50 килограмм да. 3 килограмм, 2 килограмм болған болды. Чемпион 3 жыл қатарында сборныйда болдым ғой. Чемпион мира болдым. Бірақ ана панкратионда шығып жүрдім. Жекпе-жекте тоже зарплата бар ғой, айтпақшы? Жекпе-жекте, иә. Ол кезде алып жүрдім тоже. Нормально. Ол кезде бірақ ДШНК деген болған жоқ. Тек чисто облспорт болды. И то облспортқа уже бір не болды, чемпион мира болған кезде бізде облспортқа барып не таныстырды ғой. Типа осылай интервью алдық, Ақтөбе газеті келді. Сол кезде бір журналист тұрды да айтты, типа осы спортпен айналысасыз, сіздерге бірдеме төлене ма дейді да. Мен сол кезде айттым, тұрдым да, типа ештеңе төленбейді. Енді айтамын, шамалы төленсе жақсы болар еді деп айтамын ғой сол кезде. Облспорттың бастығы сол кезде айтады, все, бұйырса қолға аламыз. Сол кезде содан кейін уже январьдан бастап бізге зарплата берді. Мен декабрьде чемпион мира болдым, сол кезде бір жетіден кейін жаңа не болды, конференция, журналист сұрақ қойды. Сосын содан кейін сразу ақылдасамыз деді, бәрін істейміз деді. Сосын февральдан бастап зарплата қойып берді ғой. Мен бар, Дәурен болды, тағы Мирасов деген болды. Медиа. Өткенде сол кезден бастап 100 мың зарплата қойып берді. 2017-18 жылдар. Имавқа сонда бірінші жыл 2018-де бардың ғой? Иә. 18-де дабл имав отбор ұтылып қалдым. Ұтылғанда қалай енді дұрыс болмады тоже. Бірінші раунд ұттым. 2 раунд төлестім, короче. 2 раунд ұттым ғой. Сосын берген жоқ, короче. Оралда болды ол кезде. 7 бойдан кейін айтты, мен еще единогласный беріп жүрді да анаған. Бірінші раунд явно ұттым, екінші раунд анда ничья болды да. Маған беруге болады, маған берген жоқ, короче, анаған беріп жүрді соперникіме. 7 бойдан кейін төйлестірді ғой, 7 бойдан кейін. По идее мен соперникім өшіп қалды анарда, мен сразу беру керек еді, или экстра раунд берген жоқ да. 7 бойдан кейін восстановить еткеннен кейін бірақ 1 раунд берді 5 минут. Тағы да экстра раунд? Жоқ. Сендер бір рет төбелестіңдер, сосын? Жоқ, бір рет төбелестік қой, 2 раунд. Ничья берді? Иә, сол кезде ничья деген, экстра раунд берген еді ғой, содан кейін дополнительный берген жоқ та. Ананың қолын көтеріп жүрді, единогласный решение деп. Осы біз протест лақтырдық, не лақтырдық. 7 бойдан кейін берді ғой. Еще Оралды ана мұз айдында от салып ғой. Өзің істейсің, шығасың, қатып қаласың ғой. Сопернигім уже восстановить алған, короче, арқама шығып кетті. Ұтылып қалдым. Кім ол сопернигің? Өзі Атырауский болды. Атыраудың бағасы болды. Қалды сосын. Содан кейін августте неге шықтым, 57-те. Нормально.
ол кезде 57 шықтым дабл ММА-да. Иә, ол минимальный ол жерде 57 ғой. Да, ол жоқ қумайсың болған жоқ қой. Иә. пойызда доширак жеп барасың. Тяждар сосын мен десе Иә. бес қылмайтын. Иә. Сосын имавқа 52 алып кетті Бахрейнге. Имавқа енді сен ол бірінші турнирге отборсыз бардың ғой? Иә. Отбор ол ештеңе болған жоқ. Еще менің есімде ол кезде екі федерация болды ғой, Панкратион ММА федерация болды, иә, сосын ММА федерация бөлек болды. Екі федерация екеуі де шақыртып алған ғой имавқа. Екеуі де бір адамнан шығарған, иә, сол кезде, по-моему, бір адам емес. Сағындық апарды ғой бізде. Сондай бір темалар болды. Ол кезде ана федерацияны кіргізбей екен ба, соны білмей әйтеуір біз Сағындық ағаймен бардық. Сол кезде Сағындық ағай сен тауып алған. Давай, кеттік. Иә. Ағай, Айбек ағай не істеп предлагать етті. Сол кезде. Себебі Дауылманның несі чемпионат Қазақстан болды ғой. Иә. Сол кезде проф жақтарды іріктеп алды да. Анақтан, мынақтан. Қазақстансыз, иә, прикидка сияқты бірдеңе болды. Қазақстансыз жиналып кетті. Қалай ең бірінші рет, ну реально уже шынымен де бір шетелге барып реально жекпе-жектің емес, я кәдімгі ММА-ның чемпионы болып жатқанда ішкі сезім қандай болды? Ол кезде шайден чисто тамақ болды ойымда. Ол кезде уже весім өсіп кетті. Ол кезде Мороз төлесті ғой. 2018 өскен жоқ. Ол кезде қатты қиналған жоқпын, бірақ вес қуу. Ол кезде 56 болып жүрдім мен. 56. Вес қуу білмейсің ол кезде дұрыс. Вес қуу емес, 3 күн аштан жүресің, короче. Обезвоженный. Сөйтіп жүріп. 3 күн бойы тамақ ішпейсің. Иә, су ішпейсің, короче. Су ішсең паника, короче. Сөйтіп жүріп төлестік қой. Өлшенесің, тамақ жеп аласың. Бардықты білмейсің, короче. Ол кезде Мокаевтардың звезда. Бәрін біледі, Весовонка біледі. Біз чисто баняда қойып жүреміз. Екінші күн астында подвалда вес қуатын жер бар екен ғой. Ол вес қуатын жерге барып вес қылдық, короче. Түнімен көзің бақырайып жатады. Ол кезде вес күнде істеу керек қой, иә? Күнде, иә. 3 жыл қатарында. Ол 56 болдым, уже келесі чемпионат мира 59 болып шықтым ғой. 59 болып кеттім уже. Себебі 2019-да февральда болды чемпионат Қазақстан. Сол чемпионат Қазақстан алдында аямда отырдым, короче. Сол бір ай демалып, декабрь бойы, январь, февральда болды. Февральда шықтым ғой, төрт бойма бердім ғой. Сол кезде. Ол кезде де каждый день взвешенный болды, каждый день. Соның кесірінен каждый весовонка сайын 500 граммнан қостым ғой. Азия болды, майда Азия болды. Тағы да қудым 552-ке. Ол кезде 60 уже салмақты. 57-ге көтеріліп көрейін деп ойлаған жоқсың ба сол кезде? Жоқ. Күнде істеу все равно. 57-те сол кезде кім болған сборныйда? Біріншіде Ерназ болды. Жоқ, біріншіде мен барған жылы кім Әлібей болды, Теміртас. Білмеймін. Ерназ қайда? Екіншіде болды? Ерназ ана федерацияда болды ғой. Жоқ, Ерназ сенімен бірге болды ғой бір сборныйда. Мұсабек. Бір мирда. Ерназ бол 2019-да болды. 57-те, по-моему, 2019-да. финал ма, полуфиналға дейін жетті. 2019-да болды. Қазір гаммада. 2019-да, короче, Ерназ чемпионат Қазақстанға шыққан жоқ. 57-те 2 адам шықты. Атырауский и тағы бір бала шықты. Дархан деген греплер. Сосын біреу бармай қалды ма, бірдеңе, сосын орнына тығып жіберді. Кіргізіп жіберді федерацияға. Бірақ ол Ерназ финалға дейін жетті ғой. Ерназ мықты, жақсы жігіт. Греплинг бар. Гаммадан чемпион мира болды, иә? Греплинг жақсы болды. Греплинг жақсы. Это Саптим же, не? Сен кейбір техникалардың греплингте сол Саптимнің замашқаларына ұқсайды. Мен қатысқан кезде чисто күресетін болдым ғой вообще. Жекпе-жекке барамын, басылады, сразу күресемін ғой. Жекпе-жек 1 минут партырда, 1 минут күресемін партырда. Тұрамыз, қайтадан кіремін тұрамыз. Стойка жоқ вообще. Греплингде қорқпайтын болдым да күрестен ше. Кірей бердім. Сондай болды. Сен бізге бір былай жеке сөйлескен кезде бір кезде есімді айтқаның не? Спортқа кеш келдің негізі? Иә, 2015-тің февралында келдім, 18 жасымда. 18 жас. Бұрын ешқандай спортпен айналыстың жоқ? Ағам алып келді. Барысына Морозға бергісі келді. Мороз тренер болып жүрді ол кезде. Мороз клаб деген, иә? Иә, бергісі келді. Онымен Мороз ол кезде чемпионат Азия ма, мирға ма қатысып жүрді. Сентябрьде келдім, бірақ Мороз тауып алмадық та, ол чемпионат мирға қатысып жүрді. Прагада ма бір жарыс болды. Иә. Сосын мен финалға дейін жетті ғой. Иә, февральда. Там де Мурат дрался, да? Сол ма? По-моему, сол. Февральда Айбек ағайға кіргізді еркін күшке. Сосын майға дейін дайындалдым и 3 ай каникул алуға кетіп қалдым. Сол каникул кетіп қалдым, августтың ортасында келдім. Жаңағы Қазақстанға неге шықтым? Жоқ, 2016 уже. Ол кезде сентябрьде келсем уже Гойти дайындап жатыр екен да. Мен ешкім танымаймын, просто тренировка істеп жүре бердім. Ол кезде 5000 теңге болды, оплата 5000 теңгесі беріп. Бір кезде ағай көріп қалды, бір 2 теңге ме, бір айдан кейін ме. Астында зал ашып қойған ғой тағы. Астында гараж болды, ол кезде машина тұратын.
не істеп жүрсің, қайда жүрсің? Мен айтамын, ауылдан келдім, кет бізге кел қайтадан, короче. Ағай шақырды, қайтадан сияқты. 3 күн ағайда, 3 күн Гойчиде жүрдім. Бірақ ағайда күнде тренировкаға білмеймін ғой. Жеме түсіне бастадым. Ағаймен сөйлесіп, балдармен танысып. Сөйтіп, 3 күн ағайда, 3 күн Гойчиде, короче. Потом Гойчидің атынан шығып жүрдім, көкжал болып. Гойчидің барып күрес үйреніп алдым, более. Нормально. Мен қара, сен солармен бірге мынандай трансформацияны өттің ғой. По сути, оларға сен шәкірт болып келдің. Гойчи, ермек, там, Мороз, сол кездер ағай деп айтып жүрдің бе оларға да? Ағай деп, Гойчиге ағай деп жүрдім. Қазір де ағай дейсің ба? Жоқ, қазір. Братан дейсің ба? Уже өсіп қалдым, уже ол уже ағай емес, уже братан ба? Жоқ, енді сыйластық қой. Иә. Морозға да, мысалы, Мороз маған тренер болған жоқ. Бірақ, мысалы, Нұрбектер ағай деп жүрмін, оған да ағай деп жүрмін. Қазір, мысалы, ағай деп те айтамын, братан деп те айтамын. Ондай не жоқ, сыйластық қалды солар бұрынғыдай. Сондай трансформация қызық та кейде. Енді олардың көзінде все равно өсесің ғой сен, да? Уже как будто уже бір қатарға тұрасың олармен. Қазір уже по сути, мысалы, Гойчилармен, Дәурендермен бір қатарға. Гойчидің тренировкасынан шығамын, тренер Айбай ағайдың тренировкасынан шығамын да, одан кейін Мороздың группасы болатын болды. Мороздың группасымен күресемін, короче. Жоқ, мен астта тренировка істеймін. Не ағайда. Сосын Мороз үстіде беріп жатты, екеуі бір уақытта беріп жатты. Мен ағайдың тренировкасынан шығамын да үстіге барам. Размексе үстіде груша болды, груша ұрға барам. Ол кезде Мороздың тренировкасы бітіп жатады. Сосын Мороздың кішкентай балдармен күресемін ғой. Ұтылып қала беремін ғой. Волейболға түсіп қала беремін. Жыным келетін еді. Сөйтіп үйреніп алдым ғой. Тренировка деген қаламын, алармен күресе беремін. Ұтылып қала беремін. Неше түрлі болады. Сөйтіп үйреніп алдым бір шамасы. Сонда примерно тренировкаң сол кезде неше сағат, 3-4 сағатқа дейін созылып тұр ғой, иә? Тренировка ол кезде 2 сағат қой. Астыда 2 сағат. Сен анда барасың, мында в общем. Астыда 2 сағат, үстіге шығамын, бір 40 минут қой. Оларда да бітіп жатады, ана жақта жүреді. Кетіп күресесің. Жарты сағат күресесің, дәл үйге қайтасың. Залдың қасында тұрдым, ол кезде ағам үйінде. Жақын болды. Сонда ау баста солай ауылдан прям сондай мақсатпен келдің ба? Мен профессионал боламын, сөйтемін, бүйтемін деген. Футболист боламын деген ол кезде. Футболист боламын деп ойладым. Ақтөбе. Иә. Ауылда футбол ойнадым ғой, постоянно футбол ойнадым. Қайдан білмейсің ғой. Футболист болған жастығымнан. Ағам беріп жүрді, просто дайындалып жүрдім. И потом облысқа шығып медаль алып жүрдім. Медаль жинау қызық болды. 2 жыл медаль жинадым. Уже басқаша ойладым, уже болды. Чемпионат қазақстан ату керек, короче. Чемпион қазақстан болдым, сосын мир уже. Басқаша уже жылдан жылға жамал. Басқаша мақсаттар болды да. Уже бір жекпе-жектің чемпион мира болдым сразу 2 жылда. 2015-те келдім, 2017-де декабрьда чемпион мира болдым. Сол кезде. Да, қызық екен. Уже второй боец, кто хочет стать сначала футболистом? Мороз тоже хотел. Біріншісі Мороз ба? Ну, Мороз в футбол играл ғой. Мен білуімше Дамир Исмагулов та сондай ғой. Ол да футболмен тоже 18 жасында Орынборға келіп, сосын сондай көп. То есть плюс-минус футболды жақсы база деуге бола ма? Футбол потерял, видишь, какие таланты дейсің ба? ММА-ге. Ақтөбенің жанкүйерсің ба? Жоқ. Иә. Енді Ақтөбе андай, мен футбол қатты білмеймін, бірақ түсінуімше негізі клубтың тарихы бай. Ақтөбенің, е? Матчтарына барып қарап тұрсың ба жалпы? Иә. Бірақ көп бармаймын ондай. Себебі тренировканың уақытын тап болады, суббота сайын. Воскресенье болса барып болады. Бала кездерін бастап Ақтөбе. Жоқ, бала кез емес. Роналдың жанкүйерім ғой. Роналдың қай жақта сол жаққа барып жатсам. Ақтөбеден емес ау шіркінде. Ақтөбеге қалаға келгеннен кейін ғой уже Ақтөбе. Маған ұнаған не сен Қазыбекпен төбелесердің алдында Ақтөбеден фидбэк болды да, поддержка. Иә. Қазыбекпен шыққан кезде травма алып қалдым ғой иығымнан. Надрыв и надосная мышца, воспаление болды. Сосын Мороз арқылы сол Ақтөбенің врачтарымен таныстым. Футбольный командамен, да? Иә, команданың врачтарымен. Сол кезде солармен емдеп берді мені. Ораз ауыз ашамын, короче, укол некті массаж жасады, физлечение сол жақта алып жүрдім да. Сол кісілер көмектесті, содан кейін бәрі танып, тренерский штаб, врачтары, бәрі, футболистері. И сол жағынан көмек болды, жаңағы Инстаграмға, неге. Иә. Өйткені сол врачтар болмағанда может шықпайтын едім да. Так что Ақтөбе мың алғыс сіздерге. Ақтөбе деп аталды ғой футболдың клубына. Жай ғана Ақтөбе ғой болды ғой? ФК Ақтөбе, иә.
Просто в футболе ноль просто. Ни я, ни Сатай Иә. футбол көрмейміз. андай бізде жоқ та типа мысалы олар футболист чисто футболисттерді емдейміз деген жоқ болды мүмкіндік бар ма не рұқсат еткізе ма ете ма ол чисто сол ақтөбенің темасы сияқты ғой вот қарамайды кімсің көмектеседі өзіміздің пацан болсаң типа Иә. ақтөбеде ғана сондай теманы байқадым мысалы еще ораза уақытында ғой мысалы врач мысалы ауыз ашатын уақыт қой иә сол жақта барып мен үшін келеді врачтар мысалы Кешке дейсің ба? иә ярослав жаңа кім деген болды айқан жаңа братан болды тоже келеді ауыз ашады бірге менімен бірге сол жақта емдейді дальше үйіне барып тамақ ішеді мысалы солай профессионал иә профессионал мен үшін келеді мысалға ше айтады кел осында мен жақындап қалдым дейді келемін барамын жарты сағат бұрын күтіп аламын күтіп тұрамын сол жақта ауыз ашамын и все болды емдеп береді уколын салып береді Олар недавно играли, да, кажется? иә бұл кеше ойнады кеше Қайратпен да бірге? Қайрат иә. Алматыда болған. Я видел где-то видео, где они там в метро или где там болельщики, ақтөбе там. өйткені мен әдейі қарап отырмын да найза мысалы сені ақтөбе клубымен кімді қазыбекті алматы клубымен байланыстырған кезде ақтөбенің фан клубынан реакция болды поддержка берді и в целом жанкүйерлер де келді иә түсінуімше бірақ мысалы алматы қайрат вообще қыстырған жоқ Қазбекті ма? иә ешқандай не реакция берген жоқ менің бір емес екі врач қарады ғой николаевич деген ярослав деген екеуі ақылдасып и жаңағы массаж болды айқан деген братан ішінде тағы да балалар көп азамат деген ағалар екеуі врач екеуі ақылдасып жүріп не істейді осылай қарайды тік снимок мрт снимок апардым сөйтіп жүріп сосын жаңағы братан массаж істеп береді жай андай мен не физлечение аламын и потом массаж істеп береді болды күніне бір ай бойы солай дайындалған жоқпын вообще окей кім жай онда плавно сол жекпе жекке қалыппыз иә по любому қазыбек туралы сөйлеспесең болмайды иә жалпы жекпе жекті өзің қарадың ба неше рет қарадың содан кейін бір жылдай болып қалды ғой 4-5 рет қараған шығармын өзің қандай есеп қойдың бұл 4-1 бірінші раунд явно алдым аха екінші раунд бір боковой тиді аха и потом қалған бәрі я защита я ауаға тиді то есть екеуміздің ойымыз бір жерден шығып отыр мен де бірді бердім екіні қазыбекке бердім қалған раундтар тоже сенікі то есть по раундам екі де и то бір боковой болды 4-1 по раундам 4-1 менің сөзім дәлелдейтін даже архивтан пожалуйста телеграмға кіріп қарап шыға аласыңдар прямой текстовый трансляция жүргіземін прям раунд бітті сразу счет жазып отырамын да әдейі чтобы ертең өз сөзімнен бас тарта алмайтындай чтобы если что майға предлагать етті ғой бойда Осы жылдың ба или? сол кезде сол кезде ма? иә майға сол шығасың кезде и ма? оразадан кейін бір ай болды мен уже апрельдің ортасында травма алып қалдым иығымнан мен айттым мен үлгермеймін дедім майға давай июнь дедім и то білмеймін дедім июньге пландай берейік дедім мен майдың ортасында атып беремін дедім сол апрельдің ортасынан барып емделіп жүрдім укол ектім не естім соның несінен ба шамалы печеньімді ауыртып алдым содан бой кезінде салмақ қоса алмай қалдым 55 весунядан кейін иә 55 килограмм болдым 2 күн ұйықтай алмадым алматы постоянно кеше шинкпен ешқандай ұйықтай алмадым шинкпен ешқандай 2 күн ұйықтай алмадым и анеуір түсінбей қалдым анеуір рингке шығып бірдеме болды ғой таныстыру бірдеме болды ғой қайда орал семей болған кезде рингке шығып таныстырды ғой ана біздің бойымыз алдында че то мен ондай көрмей қалдым шынымды айтайын бүкіл боецтер главный бойдың боецтерін бәрі ортаға шығарып таныстырды ғой прайдта істейтін солай бұрын иә сондай болды соның кесірінен ұйқым қанбай қалды да дем бойы жұма күні ғой пятница күні таң атпай онда соған неге шақырды репетицияға мен бармаймын ұйықтаған жоқпын кешеден бері бесоған бар таңертең мысалы түнімен 2-де ұйықтаймын примерно обедке 11-ге дейін ұйықтап алғым келеді деймін да ұйқымды қандырып жоқ репетицияға келу керек бардым репетицияға репетицияға бару үшін түнімен ұйықтай алмадым и то 8-де тұрып тренировка істеп алдым 8-де шықтым примерно бардым 8:30 болды қасымызда ғой зал ана жерде иә сол 1,5 сағат тренировка істеп алдым потом репетицияға бардым репетициядан шығып тамақ ішіп алдым жұмаға бардым үйге 3-те келдім гостиницаға 3-тен 7-ге дейін көзім бақырайып ұйықтай алмадым 2 сутка ұйықтаған жоқпын соған келсем ну мен сразу бірақ репетицияға қазбек келген жоқ көбісі келмей қалды маған кел дейді бірақ ешкім келген жоқ
Сол репетиция просто, чтобы бармағанда выйти, ұйықтап да? алатын Репетиция, как вы будете выходить? Сол ма репетиция ма? шығасың музыкамен шығасың кімнен кейін кім шығатынын И қай жерге тұратынын арасында барлығы профиктар ғой, олар біледі ғой қалай шығатынын. иә Не үшін керек сол репетиция, білмеймін. Зачем? организаторлар Ораловсың несі сондай болды дей ма Оралдың несі сияқты затеясы сияқты ну иә найза ондай нәрсе жасамайды Нельзя болған жоқ қой ондай нәрсе. сол құрт жүрді менің восстановлениемді ну мен байқадым анау күресесің ғой контроль жетпейді да Иә, вроде иә, иә. тейкдаун бар бэкмаунт аласың да шығар кезде бірақ короче шығар кезде 3 сағат сайын тамақ ішеді ғой енді асқазан кішкентай ғой азазан тамақ ішеді бойға қарап отырмын бойлар әлі өтіп жатыр сосын каша жеп аламын жете тұрып салмағым 57 килограмм болып тұр мхм. су тамақ ішкеннің өзінде каша жеп тамақ ішкеннен кейін короче бойға шығар кезде кофе ішіп аламын ғой ана кофе тұрып қалады короче и разминка істейін десем разминка істей алмаймын құсқым келеді ғой саусағым тұрып не істеймін неге уборныйға барып құса алмаймын и жаңағы репетицияға шығып кетемін ғой даже разминка істеген жоқпын репетицияға шығып кетемін репетицияда короче мен алдымда 2 жекпе-жек болатын болды бір күні ысырып тастағанда и бір турк болатын болды кикбокс шығатын болды иә репетицияға шықтық неге раздевалкаға бара жатсам уже тұрып құлап қалған 15 секундта бойға шақырып жатыр уже перчаток алып бойға шығып кеткенсің ғой бірінші раунд нормально істедім екінші раунд құсқым келеді ғой артына шығамын күшенемін күреспен ұстағым келеді бірақ құсқым келеді и от этого қолым шығып кете берді да и после боя құстым 57-ден 55 болып қалдым 58 болдым жаңа кофе ішіп тамақ іштім 3 килограмм құсып тастаған соң Мен көрген кезде ойлағам, что Қазбектің күресі, значит, жаман емес, потому что ты берешь его и контроль жоқ, он сразу разрывает. Оказывается, сол мәселе болды ғой. ну залда мысалы Жако альбилермен күресіп жүрдім ғой баган мысалы бұрынғы күресін көрдің ғой мен сразу көзіме іліккен нәрсе бұл контроль қайда Иә. бэкмаунт барлығы бар да но ұстай алмайды короче партерде ұстай алмайды ойлаймын мәссаған мынау қызық болды ғой и анандай вот жаңа уже құсқым келіп жатыр уже біліп тұрмын да уже не то екенін и ата постоянно артына шығып кетіп сразу досрочно ұтқым келді да сол ошибка болды да и үстіне тайып кете бердім андай не болған жоқ па кішкене эмоционально жоқ вообще андай эмоция мандраж ештеңе болған жоқ мандраж до боя онда неге- болды бірақ рингке кіргеннен кейін болған неге жоқ досрочканы қудың дегенім ғой досрочканы құсқым келіп тұрды да уже жете алмай қаламын деп ойладым 5 раундқа ше 5 раундқа жете бірақ залда 5 раунд күшті дышать еттім 5 раунд бойы вообще шаршаған жоқпын каждый 30 секунд сайын восстановление күшті боламын басында каждый раунд басында күшті істеймін да и потом вообще құсқым келе береді может солай болу керек шығар солай болды бірақ соның өзінде де бірақ 4-1 ұттым деп ойлаймын не болса да кім не десе де қандай не күйде болдың анау ойдан кейін төрешілердің шешімін естіген кезде жоқ ішке келдім гостиница неге ше уже ұтылып қалғанын біліп тұрмын ғой енді бірақ өзім іште ұтқанын біліп тұрмын раздевалкаға келдім отырдым тұрамын біреу келді да бірдеме не аламын дейді как не жаңағы интервью аламын дейді мен айтамын кетші бар уже отырдым сразу құсқым келіп жатыр ауырып жатырмын интервью аламын дейді мен айтамын ананы айттым бермеймін интервью барымды өтіп кіріп кеттім құстым содан шыққан жоқпын құстым келдім отырдым обратно құстым 2 ракун екеуі де бітеліп қалды душқа түсіп алдым келіп отырдым ішім өтті ішім айтады 1,5 ай бойы ішім өтті ақтөбеге келдім атбасарға бардық демалдық бір адамдармен бәрі сол кезде де ішім сол кезде ана стресс болды ма ше ұйықтамағаннан организм шамалы содан кейін барып есім жидым ғой сосын барып алашбайтқа шықтым анау андай эмоционал бір қысым болған жоқ па жоқ типа вот үлкен жекпе-жек деген сияқты до бойы болған шығар ұмытып қалған шығармын может ну жоқ соның салдарынан бәлкім бір психологиялық бір өзгерістер денеге әсер етеді ау деген сияқты ғой дегенім ғой бірақ любительде төлескенмен қазір төлескенде мысалы андай ашыла алмай жүрмін любительде неше түрлі зат істедім ғой көптеген заттарды мысалы крем ұрамын тебемін бірақ профта бір не да андай миымда бір торможение болып тұрды әлі күнге дейін ашыла алмай жүрмін да іште бәрі айтады тренерлер неге ашыла алмай жүрсің білмеймін может бір күні шамалы сезіп алатын шығармын можно бір мысалы любитель даже дагестанецтермен күрескен кезде күрестен қорықпайтын едім білмеймін мына жақта неге профта неге қорқып шамалы автоматически торможение уже может бір күні ашыламын шығар то есть өз өзіңді тоқтатасың иә кәдімгі чуть-чуть сондай кешегі соңғы бойда шинкте неге ұрған жоқсың дейді да может андай оның ударынан қорқып қалдым ба
сразу андай организм автоматически все болды. Сол аяқ қорған күрес может сразу, да. По идее ол Шенктің ұрып тауға болатын еді білшін дистанцияда. Мен ойлағам сен Шенкті досрочно тот шығар. Сондай ойда болған. Күресте чуть пониманиесі бар екен шамалы. Физически тұрғыда. Мен шын менде ондай ой болды айтпақшы. Мен сенің любительский жекпе-жектен көрдім ғой. Мен сен туралы как раз имавты ұтқан кезде естідім. Украинецпен төрешкен финалда. Сол кезде естідім, мә еще ойландым, мә 52 любительдерде бар екен ғой деген сияқты. И сол кезде қарадым, сосын Қазбекпен төбелескенде. Мен Қазбекті оған дейін білгем тоже, рукопашкада отып жүргеннен кейін. Ол рукопашник ММА-ге келіпті ғой деген сияқты. Финалға шыққан кезде тоже. И сендердің сол бойларыңды еще сол кезде қарап тастағам. Төбелескеннен кейін 1-2 күннен кейін. Есімде шын, особенно вот 3-ші мир Ресейдің тәжігі ма, кім анау жігіт, тәжік қой ол. Тоже жақсы бала. Ресейдің чемпионы болған. Сонымен жақсы жекпе-жек болды. И шынымен де андай бір стоп бар сияқты да іште. Ол кезде андай пандемия болады ма, ауырып қалдым да бірдеңе болды менде сол кезде ше. Білмеймін. Соңғы финал ауырған жоқпын. Соңғы күні финалда, короче, мен вес алған күні бір күн демалыс береді ғой. Четверг күні демалыс или пятница күні ма? Четверг күні финал, молодежка. Пятница күні демалыс и суббота төбелес болды. Мен пятница күні түнде вес қуамын ғой, сол кезде 51-ге дейін қуып тастадым весімді ше. 7 рет 10 минуттан подход көрдім баняға. Келсем ағам барды қасыма соңғы мерға. Сол кезде неге қуып тастағансыз? Весім, короче, 51-де 200 болды. Түнімен тамақ ішіп алдым. Бірақ енді вес қуып тастағаннан тамақ ішкенде восстановить алмайсың ғой. Ұстап отыру керек. Соның кесірінен ба шама аяғым ұстамай қалды андай шаршап қалдым. Слишком артық қуып тастадым. Осыған жаңа қоса отырсам, мысалы, Диасты айтады да, вот сұрадым ғой Диастан вообще спаррингтерде қалай сен? Ең ыңғайсыз бага дейді, короче. Анау тренировкада масқара дейді, короче. Жасамайтын дүниесі жоқ дейді. Құрсын одан шәкірт, мен, короче, күресе салам сразу. Потому что ана стойкада тұрып, короче, сен білмейсің дейді да, ана не істейтін, короче. Жоқ жерден бірдеңе ұшып келеді дейді, короче. Сосын ойлаймын да, сол кезде еще Диастан да сұрадым, қателесің, неге солай төбелеспейді онда деген сияқты. Просто шамалы ақша алмай жүрмін. Или анау кім қырғыз нокдаунға жіберген проблема кедергі болды ма? Потому что сен Сұлтанбекпен дебют болды ғой. Прям вообще идеально просто, иә. Енді Сұлтанбегің просто сенің қасында мешок болып қалды да, но по факту Сұлтанбек Ораз Маматұлы өз салмағы үшін ол тәп-тәуір Теймурмен қалай төбелесті. Әлі шақырып жоқ мен. Иә, ол красавчик бала вообще. Қатты сыйлаймын сол баланы. Ол андай бала емес, просто весі кішкентай да, сен сияқты тоже 57, 61-65-ге дейін шығып кеткен бойлар бар. И вот сонымен қалай төбелестің, и содан кейін екінші қырғыз сразу Ресейден келген, Исламидин. И как будто сол нокдаун возможно, проблема содан кейін ба? Может, білмеймін. Ну там нормальный нокдаун был. Да, все, я думал, все, ну уж. И потом начал. Содан кейін айқайлады ғой маған. Неге өйтіп, типа, сразу жүгіресің деп шығар, неге асығып атсың деген сияқты. Может, досрочно ұтпасам, может, шаршап қалатын ба едің деген сияқты. Білмеймін. Ол айтпақшы сол нокдаун туралы вообще қалай есеңгіредің ба или бәрі нормально болды ма ол кезде? Бәрін сезіп. Құлағым аяғым сол. Есімде жоқ уже. Енді қырғыздың шама опыты жетпей қалды. Құлатқаннан кейін жүгірмеу керек еді. Иә. Бекзат Алмахан сияқты тоже. Шама күту керек еді. Шапты аяғына кетіп кеттім. Ол өзі айтты ғой шығар кезде мен Бағдатта любительдерден қарап жүрдім деген сияқты. Ол может содан қорықты ма, жанып кетті ма тоже. Исламидин есім. Исламидин айттым ғой, иә. Жаңағын айттым ғой, Исламидин. Есіме түсіп отырады. Бұл тоже Шенкпен шыққан кезде айтқан маған весті әрең қудым деп. 54-ке шыққан Шенк екеуі. Таңға дейін баняда оттым дейді. Содан екінші раундта шаршап қалдым дейді. Вес істей алмадым дейді. Ол 57-ке төбелескен бала ғой негізі. А біз Ақтөбеде 55-ке төбелестік. Себебі датаны 3 күн ба ерте ауыстырып жүрдік. Иә, 4-5 күн ауыстырып жүрдік. Сондықтан 55-ке шықтық. Ол 53-ке қалмайтын еді ол кезде. Мен жаңа бір сұрақ бастап отырған. Қазбекпен болған жекпе-жектен кейін төрешілердің карточкасын көрдің бе? Жоқ, кім қандай есеп қойды, қалай есептеді деген сияқты. Сондай сұрақтар туындаған жоқ. Вообще, сенің командасын сұраныс болды ма? Сұраныс. Типа көрсетіңдер, айтыңдар бізге. Нормально объясните, неге солай болғаннан кейін. Ондай болған жоқ ештеңе. Бой бітті уже андай. Бойдан кейін дым настроение жоқ болды сұрамайды. Сұрауға да қалай болды.
дос Алматыда қалып қойдым бір жерде, Алматыда дос балаларым алып болды. Мхм. Қалшы демалып Ақтөбеге не істейсің деп. Ақтөбеге кейін басталады ғой тағы. Сен оттың деген сияқты. Иә. Ана жақта Алматыда бір жерде демалдым, дос балалар алып болды. Шамалы. Бойды ойлаған жоқпын. Ақтөбеге бардым, содан кейін басталды. Там сен оттың, әлі күнге дейін айтады ғой сен оттың деп. Сол айтып отырмын ғой, people champ, народный чемп. Скажи, маған не үшін керек народный чемп, маған пояс керек. Мен сөйтіп айттым ғой. Я сөйтіп айтқан сөздер. Айттым ғой. Народный чемпион болдым дедім, маған реально беру керек. Қазір де солай ғой, мысалы бір жекпе-жек өттің, сен оттың примерно бір 2-7 елдің аузында жүресің. Отсаң да, отылсаң да. Отылсаң сен красавичсің, отылсаң шамалы андай хайт естіп аласың да. Потом ұжымды күтеді сені келесі бойыңа дейін. Народный чемпион тоже сондай ғой, народный чемпион. Бірақ пояс навсегда қалады ғой. Сенен дейін народный чемпион дастан болды ғой. Не, вот бір жылда, вот арада 2-3 айдың ішінде прям жестко екі не болды. Булшит судейский. Давай. Ограбление дейсің ба? Білмеймін, мен енді командаларының представителі ретінде сол жердегі адамдар менің ойымша запрос жасау керек. Маған айтқаны, карточка көрсетіңдерші деген сияқты. Маған айтқаны, ол чемпионды явно ұту керек дейді. Ондай ереже жоқ ешқайда. Ол былай көктен ойлап табылған. Бір басым жоғары, маған сондай жауап қайтарды. Кім айтқанын білмеймін әйтеуір. Айтты маған. Сондай стереотип бар. Чемпион ұту үшін. Бірақ мен ойлаймын да, ондай кезде егерде 5 раунд қой. 5 раунд, мысалы 2-2 болса, мысалы чемпион 2 раунд алды, мен 2 раунд алдым. Үшінші соңғы решающий раундта чемпионға беріп жүруге болады тең болса ше. Ал ондай кезде ондай раунд болған жоқ мысалға. Онда даже ондай тезисті чемпионға қарсы қолданады. Егер сен чемпион болсаң, бір бас жоғары ұт деген сияқты. Білмеймін, мен ондай тезисті даже там UFC-ге қатысты естіп жатамын ғой, типа Джон Джонстың да кейбір нелері болды жекпе-жектер. Сол кезде мысалы әсіресе осы орыс тілді неде комьюнитиде типа чемпионнан бір бас жоғары ұту керек деген сияқты ондай ереже жоқ. Бұл жоғары деңгейдегі спортшылар ғой. Ол жерде бір секунд, 1 миллиметр, 1 сантиметр шешеді ондай нәрселер. На то и спорт высших достижений өтеді ғой, жоғары жетістіктер спорт. Сондықтан бұл егер төрешілер сондай категориямен ойласа, сол жерде отырған, ондай жекпе-жекте төрешілердің, бұл үлкен қателік. Братан, даже есть бывает же чемпионаты мира по грэпплингу, джиу-джитсу, где выигрывают просто таким преимуществом или там этим адвантажем, знаешь. И ты же не можешь говорить, ты выиграл вот этим, мне не пойдет, и не так. Или, допустим, знаешь, вот Олимпийские игры 100-метровка бегают и выиграют просто на 1 миллисекунду чуть-чуть. Ты же не можешь говорить, не-не-не, ты должен выиграть на секунду или там секундка. Поэтому тут нельзя так говорить. Судействода кім отырған білмеймін, байқалған жоқ. Ол мәселе кім отырғанда емес, просто төрешілерден мысалы карточканы сұратуға болар еді. Да? То есть условно көрсетіңдер, давайте мы просто посмотрим қалай есептедіңдер деген сияқты. Онда каждый раундта бір рет жазылады болды, өзгертілмейді ғой. Иә. Егер бір жерде бірдеңе өзгертілген болса, ручкамен бірдеңе сызылған болса, уже ойланатын. Может, анарада андай шамалы немен айқай-шумен біз дым. Ты еще видишь, да, олар тоже қарапайым адамдар ғой. Олар тоже просто как и мы все смотрят, и все там же шум, анау-мынау. Біздің жекпе-жектен вообще дәуреннің бойында ешкім болмаған екен ғой, бәрі кетіп қалған екен. Конечно, енді ана жерде отырған адамдардың көңіл қалды. Давай шынды айтайық. Плюс ол жерде еще өтте бір андай бір түсініксіз нәрсе болды да, соны түсінген жоқпын, не үшін жасаған. Микрофон өшіп қалды ғой. Микрофон бастады. Даже Жұман болды ғой да өзі. Қолыма микрофон берген жоқ. Жоқ, қолға микрофон беруге болмайды. Мен де бермесем. Айтарыңды айтасың смело. Бірақ өшіріп тастау деген, это уже кішкене өздерін дискредитациялау деген сияқты ғой, уже сондай кетіп отыр. Білмеймін, әдейі жасалды ма, әдейі емес па, но факт сондай, микрофон өшіп қалды ең бір маңызды кезде. И әрине хейт аласың, адамдар кетеді деген сияқты тағдыр. Реванш бола ма? Не дейді? Реванш 2500 дейді, білмеймін не екен. Шықпайым деді, содан кейін өздері шықты ноябрьде. Февральға дайынмын деген сияқты, подписал контракт на февраль деп. Давай, ладно, кеттік дедім. Бірақ сол кезден бастап айтқан 25 дедім, айтым 25-ке шықпайым дедім. Мен декабрьде төлесу керек болдым, Алашев айтты. Декабрьде төлесу керек болдым, и ауырып қалдым. Шамалы, сосын айтым, декабрьде шықпайым, лучше февральда Қазбекпен шығамын дедім. Февральді күтіп жүрдім, и алдыда февральда жоқ, февраль айтым, мен онда кіммен басқа бой бере беріңіз дедім. Декабрьде кім бір әлібейлер төлескенде мен айттым, сол кезде
Бірбек Қарабаланы көргенмін. Мен айтам, Қазбек февральда шықпайтын болса, басқа біреуді беріңіз дедім. Басқа біреу қойып берді, Шеңкті қойып берді. Шеңкпен шықтым. Онда жаңа бес ойлап табыңдар. Проблема 55-те 5 деген. Почти ар жағында 1 килограмм 56 700 ғой уже. Екінші строойд деген бес. Мен оны түсінбеймін. Мысалы, вообще әлем бойынша 53-те 5 ондай салмақ жоқ қой. 50-де 2 бар. 52-200 негізінде. Кәдімгі контракт бойынша, бүкіл қағаз бойынша 52-200. Но по факту 53-те 5 По факту жоқ, 53. 53 даже. 53. Чемпионский не 53, 500 грамм допуск, короче. Ол не чемпионский Не бар. чемпионский, да. То есть Қазбек екеуің 53 жасадыңдар. 53 жасадық, ровно. Мен даже 52 700 жасадым. На соңғы бойда Шеңкпен 53-те 300 ба 400 бар жасадым. Ар жағы сонда 800 грамм ғой, неге 53? Мен шамалы, жеңілдік па, сондай ма. Жарайды, оны түсіндік. Енді қара, мен де сондай нәрсені естідім. Қазбек айтады, мен уже 53-те шықпаймын. Маған салмақ қуу қиын. Егер реванш болса, онда 55-те 5-те ма или қашан? 55-500. 55-500. Даже не 55 емес, даже 55-500 дейді. Иә. То есть 2,5 килограмм лимиттен жоғары, сендер бірінші рет төбелескен. Давай онда мынадай сұрақ қояйық саған. Саған қазір титулға төбелесу маңызды ба, реваншта төбелесу? Маған титул маңызды. Мен уже бірінші ойда оттым, маған зачем уже қайталап. 55-500. Вот 56-та шығамсам, мен басқа бірімен. Неге условно бір 56-ға даже Қазбекпен только титул емес, жай мынандай бір мощный бір үлкен жекпе-жек жасап көрген жоқ. Зачем оны қайдан обратно қайтарып? То есть саған Қазбекпен только титульный қызық, иә? Титульный қызық, 53. То есть пояс Қазбектен жоғары тұр қазір. Конечно, пояс. Мысалға Бекзат пен кім, Жолдашбек сияқты ғой. Мысалы Бекзат қайда, Жолдашбек қайда. Реванш болған кезде Бекзат әлі UFC-ге бармас бет, мысалы ұтылып қалып жатса. Сол сияқты ғой, мен үшін сен алды алушы. Маған чемпион пояс алып алдыға жылжыған дұрыс та. Іште андай жоқ, десе қайтарсам ба, не болса. Уже басылып қалды. Басында болды, иә? Басында енді андай эмоция енді. Даже Ақтөбеде микрофон алып сөйлеген сияқты ғой. Эмоциямен несі айтып қойған білмей қаласың. Адам пенде ғой. Білмей сөйлеп қояды, потом өкінеді, то же самое. Ол кезде болды. Қайта шыққым келді. Одан кейін басылып қалды қазір. Бірақ әлі күнге дейін бәрі айтады, даже Ақтөбеде жүрген кезде Қазбек реванш қашан, Қазбек инстаграмға промоға келсем болды, қашан реванш, бірақ әлі қызығушылық бар. Иә, әрине. Астанада таксиде жүрген кезде реванш қашан бәрі. Мен как раз сендер төбелесіңдер, біз екінші бір жаққа ұштық Арман екеуміз. И аэропортта 2-3 адамды көрдім, бүйтіп сендер жүгіріп қалды. Даже енді бір жерде видеолар бар, бүйтіп адам отыр, қарап бүйтіп жақындатып, бүйтіп видеоға түсіріп алған ғой, короче. Аэропорттарда қарап отыр. Ну, ана ажиотаж сұмдық кетті да, еще результат андай болғаннан кейін қызығушылық одан да арта түсті. Но уже андай қызығушылық деген төмендеп қалған сияқты. Жоқ, қайтадан нормально жүргізсе, қайтадан болатын сияқты, бірақ 55-500 дегенге мен келіспеймін. Мен өзім мысалы формаға кірген кезде 61-62. Ар жағында қуатым 5 килограмм. Ол 10 килограмм болып келеді. Мен оны физикасынан қорқып тұрған жоқпын. Ол условно контракт 53 қой. 53-ке шығу керек қой. Ол чемпиондықты 53-те алды. Мен ол өз кеше алдында интервьюінде айтқан ғой, типа мен Бағдат физикамнан деп қорқады деді ма, бірдеме болды, сондай сөз айтты ғой. Вес можно дейді, типа весті келісуге болады деген сияқты ма, бірдеме айтты ғой. Что там меняется, варьируется, да. Онда ешқандай келісім болған жоқ. Контракт мен 52-500-ге, 200-ге қойдым, 52. Ну, сенде басқа контракт, ода басқа контракт шығар. Білмеймін. Ол мен оны физикасын басшылықта ол жоғары ғой саған, жақын ғой саған қараған. Мен даже физалда мен даже Жаковмен, Альбилермен көрші физикамен жетіп жүрді. Просто жаңа восстановлением дұрыс болмай қалды да. По-любому оны айтып. Жоқ, мысалы, допустим, не титульный бір 3 раунд болса, 3 раунд, условно 56 или 55-500 болсын. Ну, по факту андай шулы жекпе-жек қой, прям, ну, давай честно. Просто титул емес, просто жай ғана рейтинг ойланып көрген жоқпын. Типа реванш, но уже 3 раунд. 3 раунд менің ойымша Қазбекте келіседі. И даже вот ол 55-те 500 деді ма, торговаться еді. Давай ортаға там 55 қылайық, ровно деген сияқты, примерно.
Ну чисто андай бір ештеңе айта алмаймын. Может, шоу жасау үшін. может, не может. Ну, Блин, и пока. Казбек с поясом остается в любом случае. Иә. При любом раскладе. А Багдад получает реванш. Сделать. Ну, Багдадқа сен үшін титул керек қой. Маған титул керек, иә. Саған реванш прям қатты керек емес қой. Реванш қазір қатты вообще керек. Ну Вот, қара. Казбекке, мысалы, тоже, по сути, реванш керек емес, потому что Я- он первый бой выиграл, уже остался чемпионом. Судьи же так Ну, решили, просто поэтому менің орнымда ол Қазбек көп рисковать етеді. Иә, Егер сол ғой. шықса, көрдіңіз ба? риск Мен көп. солай ойлаймын. Реваншты сразу ұйымдастыру керек еді да. Иә. Жатшалын Қазбектің де киіп, весі өспейтін еді. Иә. да. Окей, онда 53-ке қайта оралайық. Қазір ақырын сол Орынтаевтың аты қалай? Давай, көрейікші. Вот сол баланы ақырын нетіп жатыр, иә, жылжытып жатыр, жоғарылатып көтеріп жатыр, что вот Бағдатпен төбелесуі мүмкін деген сияқты. Кеше инстаграмда көрдім, бірақ ол өзі ештеңе айтқан жоқ. Ол айтқысы келмейтін де шығар, мүмкін, иә, оның аузынан шығарғысы келеді бірақ. Кеше бірақ Панкратионнан кейін интервью алған, может келесі жылы 57-ге дейді. Ермахан Орынтаев. Ермахан. Ермахан Орынтаев. Аталай күште Ермахан. Не? Титул 53-ке соны берсе саған. Дайым. За титул. Любой адам, даже кім берсе де 53 болса, любой. За титул. За титул. Қусын, смело. Енді Панкратионда төбелестің ғой. Күресіп көрдің, ұрып көрдің. Қандай қасиеттер бар? Енді боксер ғой ол. Аха. Боксер, оны білемін, боксер екенін. Ол аяғы жақсы, жылдам. Солақай. Уже бірінші бойынан кейін уже оны разбирать етіп тастаған, көріп қарап қандай екенін. Қиыншылықтар тудыра ала ма? Қиыншылықтар, иә, стойкіде может да. Күресте білмеймін енді. Күресін көрген жоқпын оған шейін. Айта алмаймын ештеңе. Может жақсы шығар, может жаман шығар. Оны дейді, соперникті тоже оценка қайды, Недооценка дейсің ба? Бір удар шешіп өтуі мүмкін, бір болевой. Бірақ удар жақсы екенін білемін. Боксерский удар, оттяжка. Даже Қазбек сияқты дейді, Қазбек сияқты, бірақ солақай ғой. Болды, оттяжка и встречка болды. Давай екеуін салыстырып көрейік онда. Қазбек пен Ермахан. Өзің айтып ғой. Более Ермахан удар ауыр деп ойлаймын, чем Қазбек. Не, андай бір. Қазбек чесі балға жұмыс істей үйреніп қалған ол кезде. Жылдамдық қандай? Жылдамдық кеше Панкратионда көргенде бірдей сияқты. Қазір Қазбек бұрынғыдай Қазбек емес қой, Мирда төбелескендегідей. Сен Мирда таңертең төбелесеміз ғой. Ол кезде более жеңілміз, скорость бар. А мына жақта уже бір күн өлшенеді, вес қосады, вес тоже влиять етеді скоростьқа. Иә. Ол да бар. Ну, потенциально Ермахан Орынтаев Бағдат жұбаныш, иә? 53-те Диванды матчмейкингімізден кішігірім. болуы мүмкін. Маған пояс қой маңызды қазір. Пояс. Бірақ кімді берсе де, мен өзі кеше де Нұрбек братанға да айтқанмын, братан, мен времени маған зачем уже? Мен уже бір бой ұттым, времени қандай? Бір бой ұттым ғой енді уже, претендентпін ғой уже мен чемпионский бой. Айтады, Қазбекпен шығасың, шықшы деді. Мен Қазбекпен шықсам 53-ке шығамын дейді. Мен временныйға шыққан өзінде де Қазбек 55-500-ге шығатын болса, маған временный төлесіп қалсын, не керек? Солай емес па? Мен лучше сразу поисқа берші дедім. Дальше бұйса ақылдасамыз, сөйлесеміз деді, болды. Жоқ, көрдің ба, бұл жерде скорее всего просто уже лигаға Қазбектің қолында белбеу болған ұтымды қазір таңда. Өйткені төбелеспесе де қазір біраз хайпы бар. Иә, медиа жағынан ән айтады. Жалпы қалай қарайсың өзің? Қандай реакция болды бірінші рет өлең айтып жүргенін көргенде? Білмеймін. Ең бірінші ой қандай келді, типа? О, дедің ба или? What's that, brother? What's that, brother? Бізде залда ондай құптамайды көбінесе. Религия жағынан, былай жағынан. Бізде айтты ғой Жако, біз көп сөйлемейміз, істегенді жақсы көреміз. Может, өзінің тактикасы, медиа жағынан может солай шығар, білмеймін. Ән айтамын десе, өзінің еркі бар, кім өзінің еркі бар, ештеңе айта алмаймын. Айтса айта берсін. Главное, шықсын 53-ке, шықпаса поезд тастасын. Маңызды сол. Либо қорға, либо босат дейсің Либо қорға. Мысалы, егерде ол басқа бірмен төлесіп 55-500-ге қорғаса, ол все уже дұрыс емес деп ойлаймын уже. Қалай 53-те алған белбеуді 55-те қорғай ма?
ондай болмайды деп олай ойлаймын. болса онда примерно 60-та қорғай салуға болады оны. жоқ қазір бірден жоқ қой даже. Весовые категории Қызметке. придуманы не просто так деген сөздер бар ғой, бокста айтылады, по-моему, иә? Да. Салмақ дәрежелері бекерден бекер ойланып табылған жоқ. Сондықтан егер Қазбек босатып жатса, белбеуде тұрған ештеңе жоқ. По факту 57-ге ауысып ары қарай газ баса беруге болады. 57-ге ауыспайды деп ойлаймын. Мен- Ауысса жылына бір бой беріп, андай хайповый. Иә, Сондай істеген сондай жасау керек. Ал ол. 57 поясынан типа қуам деп ойламайды деп ойлаймын. Ну, ол жерде Жұмысы бар, несі бар. ол жерде бір жігіт отыр тақыр бас 57-де оған жолай қоймайды пока. Плюс өзінің залында проспекттер бар, Болат бар, кім бар, Жақанша. Жақанша бар, бағлан. соларға жол беру керек шығар, наверное, да. Белбеуді ұстап көрді ғой қадем Қазбек. Сосын жаңа түсінуімше Әліби сол Қазбекке тиісіп айтқан сөзі бар, иә? Бір видео көрдім сторисінде ма, анау машинадан доңғалағын ауыстырып жатыр да. Андай бір сөзбе сөз есімде жоқ, не айтқан, типа біздің андай біз типа қарапайым жігіттерміз, андай мындай ән айтатын билейтін өнеріміз жоқ деп доңғалақ шешіп жатыр ма, бірдеңе қылып жатыр. Сол Қазбекке қатысты айтылған сияқты, иә? Ол дуэто болған жоқ па? Жоқ, сол кездері болды. Мен өйткені соны неткен кезде бірден Қазбекті ойладым да. Как раз Қазбек хайп шыға бастады да, оның өлеңдерін неге инстаграмға бір жерге салып жатты. Әліби сол кезде Қазбекке қатысты прикол тығып жүрген сияқты. Но он кішкене соған көңіл аудармай қалды да жұрт. Ну не знаю, я Енді нормально отношусь к этому. не сөзін несін ойлайды, бетін тайызын ойламай қалады. Андай подтекст. Әліби жақсы, подтекст жақсы сөйлейді. Ну, для думающих. Иә, Әлібидің сондай моменттер ұнайды маған. Прямой айтпайды дейсің ба? Иә, сөзбен нокаутқа Астарлап па? Иә, сөзбен нокаутқа жүреді жестко. Сол кезде мен білмеймін, мен сразу Қазбекті ойладым. Прикольно. Машинадан доңғалағын ауыстырып отыр, конечно, база жақсы кетті. Деген сияқты. Ну, я к этому нормально отношусь, то, что Казбек сам пошел, там, участвует туда-сюда, нормально в целом. Как для развития там Казбека, это жақсы нәрсе. Ну, мүмкін біреулер ұнамайды бұндай нәрсені, бірақ маған в целом бәрібір. Если для него работает, медийка в целом позволяет. Я еще слышу, что он вообще талантливый парень. От его знакомых друзей, которые с ними там раньше начинали, говорят, что он в целом всегда отличался. Он пел, вот такая тема. Умеет петь туда-сюда, вот так. Больше творческий человек. Видишь, ему помогли раскрыться. Бои. Мүмкін болашақта. Ол может сондай нелер, может спортқа қайта оралуына шамалы кедергі жасайтын шығар да, может да? Конечно, ол басқа әлемді көрді ғой. Басқа призмамен қарайды ол жақта. Сосын уже мына жаққа аттау қиын. Әрине. Ол жақта кішкене бізде примерно былай қатынасымыз бар да, ондай ортаға кішкене білеміз қалай екенін. А мына жақта прикинь, қарны аш көздері мынандай қасқырлардың арасында жүріп қырылуың керек. Ана жақта кішкене басқаша орта. Қойындар жігіттері маған керемет жүр, все уже. Менде уже барлығы жақсы уже. Тем более Қазбек уже барлығын дәлелдеп салған адам, иә, уже рукопашка болсын, там профиде болсын. Иә. Прям жақсы деңгейдегі спортсмен. Ол уже бағындыратын белестер бағындырған адам, уже тағы бір мотивация табу қиын. Сондықтан да, сөздің жаны бар. Сенің де даусың вроде бы естігенде нормально сияқты, өзің үйде отырып ән етпейсің ба? Кім біледі ертең? Қазбек қазір бір бірінші класс айтқам мен. Да? Әнші балапан деген кезде. Да? Бірінші класста. Хорда ма или прям өзің бөлек айттың? Бөлек. Бөлек? Бірінші класста айттым. Видеолар жоқ па? Видеолар. Қазір талант компромат. Мектеп болған кейін вообще. Қазір Әнге қыламағансың ғой одан кейін. Қазбекпен дуэтке қалай қарайсың деген ғой. Найзаға бір әнұран жазып жібермейсіңдер ме? Мектеп кезінде бәрі айтады, любой айтқан шығар енді. Жоқ, біз айтқан жоқпыз, например. жоқ, мен айттым. Хорда болған мен. Хорда ол маңырап тұра беруге болады, а былай жеке шығып айтқан. Жеке шыққан жоқпын мен. Соны айтады ғой. Мен сразу сұрадым ғой хорда ма. Хорда мен де айтқанмын. Да. Аузыңды ашып тұра бересің, арасында бір екі адам өлең айтса болды. Иә. Сондай бар ғой, Бағдатта. Так, ақырын аяқтай берейік, Да, басқа қайшы сұрақ жоқ Бағдатқа. жоспар қандай? Вот, ең басты сол ғой, ең басты сұрақ. Ары қарай келесі қадамдарың қандай болады? Не ойлап Жоспар жүрсің? қазір майда бір шаруаларым бар. Тренировканы тастамаймын. Июль айына төлесін деп тұр. Июльде жақсы формада боламын деп ойлаймын. Июльде төлесіп алып, дальше сборларға ойлап отырмын.
мүмкіндік Шетелге? болса, шетелге, Америкаға барғым келіп тұр. Уже 3 жыл болды армандап жүргеніме. Иә. Барам. Бұл сәт түспей жатыр. Алла қаласа, бұйырса барып қалғым келіп тұр. Биыл сол жылдың соңына дейін тағы 2 ой өріп тұрмыз. Июльде и жылдың соңында 1 бой. Жылына 3 бой нормально деп ойлаймын организмге. И қазір уже жай бойлар емес қой, әр бойға бойлы тиянақты дайындалу керек. Сол. Айтпақшы, жаңа айтып қалдың ғой подкасттың басында. 1 миллионнан алдым деп өткен жолы 2 жекпе-жекке. Осы 2 жекпе-жектерге соң келешек жекпе-жектерде өсе ме? Контракт бойынша сондай болды менде. Бірінші 6 бойға отырдық, 500, 1000. Бірінші бойда 500 мың алдым. Екінші ой кіммен шықтым ғой, қырғызбен, екінші қызбен. Иә. Ол кезде 1000 миллион теңге. 1000 миллион теңге алдым. Қазбекпен шыққан кезде 2-2 болды. Ұтылып қалдым, 900 алдым. Шенгпен шыққан кезде чуть айттым, гонорарым. Енді ұтылып қалғаннан кейін уже түседі ассаға. Қалмайды сол да. Иә. Ұтқан сайын өсе береді. Қосыла береді $500. Ана кезде ұтылып қалғаннан кейін контракт бойынша азайту керек болды, бірақ қара баламен сөйлескен кезде қайтадан көтеріп берді. Братан, енді бір жағынан шамалы встречкеге барады да. Иә. Мындай оның несі жоқ. Түсіністікпен қарап, все деді, жақсы деді. Ендігі осы Шенгте ұтқаннан кейінгі бойда, келесі бойда уже гонорарымды көтеремін деді. Бұл мына Шенгте уже азалу керек болдым ғой. Иә. Шамалы. Бірақ айтты, саған көтеріп беремін деді. Айттым, сен братан солай көтересің ба, қалай болады деді. Все деді. Бірақ онда көп көтере алмаймын деді. Уже ұтсаң, базар жоқ, келесі бойыңда смело дұрыстап дұрыс сөйлесеміз деді. Қазір контракт бітті менде уже Айзада. 2 жыл өтіп кетті. Шетелдің ұсыныстары бар ма вообще? Шетелде ONE-ге контракт предлагает екен. Прям контракт өзінің үлкен лигасы ма? Нұрадин ағамыз контракт предлагает екен. Контрактқа отырайық деп. 6 жекпе-жекке 2,5 жылға. Менен сұрады, найзамен қазір қандай положениедесің деп. Мен айттым, найзамен майда бітеді менде, майдың сол басында ма бітеді. Мен майдың басында бітеді. Контракттың бәрін бітіріп ал деді. Себебі адам басқаша түсініспеушілік болмасын, не болмасын, бітіріп ал. Сосын отырайық деді. Условияларын жіберді. Соны сөйлестім. Сосын тағы 1-2 адамдармен сөйлескен кезде айтқан маған, ONE пока отырмай тұрады деген сияқты ше. Себебі базар жоқ. Нұрадин ағаны танитын екен. Нұрадин өзімді былай білем. Жұмысын тиянақты істейді ол кісі. Айттым, істейді. Бірақ ана ONE-ның несі ұнамады да маған. Қалай еді? Контракт беріп алады да ол. 2 жылда 1 ой бере ма? Мен содан қорықтым. Мен Нұрадин ағамызбен контрактқа отырудан қорыққан жоқпын. Анадан қорықтым. Мысалға Қайрат Ахмет сияқты 2 жылда 1 төрлесе. Мен спортсмен ретінде өшіп қалам ба деп қорықтым да. Ойша бір жағына айтты, сен де уже 1 бойында решениемен өттің, 1 бойында ұтылып қалдың дейді. Оларға ондай қызық емес дейді. Сен еще 4-1, яғни яркий ударник болсаң, Мединис жағынан, мысалы Қазақстан таниды, басқа ел танымайды дейді. Олар еще допинг контроль жаңағыдай. Допинг контроль олар бәрін тексермейді екен. Ұнамай ма? Сен мысалы мен ұнамай қалдым ба, мені алады да допинг контроль етеді. Жарты жылға или 1 жылға допинг контроль дейді, и контрактын созып жібереді олар. И жатасың мысалы 3 жыл бойы, 5 бойы жүре бересің. Ал не пайда маған лучше найзада басқа жақта төлесе берген дұрыс болады. Енді осы орайда мысалы 57-ге ауысып көру деген ой жоқ па? Давай честно, мысалы 52 деген салмақ, сол более-менее лигаларды алып қарасаң ONE-да ғана бар. ONE-да бар, Японияда бар, и ана Имавта бір баламен болдым, 1 весте, итальянец. Маған шыққан июньде. Сояқтың 52-сі бар екен, Италияда. Енді ол кішкентай лигалар ғой. Бір жекпе-жек кейін. Былай енді әлемді алып қарайтын болсаң, 57 Рейзинде бар. 57-ге көтеріліп көру деген ой жоқ па? Ол алда уақытта бар, бұйырса. Түбі 57-ге көтерілесің? Түбі 57-ге көтерілетін сияқтымын. Егер де перспектива болмаса 52-де, ол үшін жарты жылдай шамалы качественно. Сөйтіп бар, Диастың белбеуін алып қойсайшы. Диас вообще не зрелищ. 57-ге көтердім, маған жаңағы ONE-седен маған айтты да, ONE-седен бұрын сен жаңа Люмпини бар ғой, стадион, әсет өскен. Сояққа барып көр дейді да. 1 рет өлісіп көр дейді. Өлісіп көр, аурасы қалай, не почем. Сосын барып ONE-ге подписать етіп көр дейді. Может жаңып кетесің, бағың жаңып кетесің. Ол жер еще ринг қой. Ринг жаңағы бағың жаңып кетеді дейді да. А сен бірақ сразу ONE-ге подписать етсең дейді, қиын дейді да. Уже ONE уже 57-ге барам, ояқта 52 емес. 3 күн өлшейді.
Иә оларды Сен сондай 57 жасау керексің, елу иә? жеті жасау 52 керексің, келу и керексің. өлшеген кезде сені су тексереді организмде. Егер су бірден болса сені шығармайды тастайды. Судың пайызы аз болса, люмпинийде бір ақ рет өлшенесің. Люмпинийде 7 сайын бола береді, короче, бойлар. енді люмпинийге кіру, О, люмпинийге кіру смело, спокойно. иә. Маған 3-4 рет предлагать еткен. Саят предлагать етті. Саят бірақ бір жеті алғанда предлагать етті. Формула алған жоқ болсын. Өзбек менеджер бар, Азот деген. Қазір де күтіп жүр, қашан шығасың, мысалы бір айдан кейін беремін деген люмпиний. Бірақ маған люмпиний мына жақта уже поезд күтіп тұрған кезде пока люмпинийге секіріп зачем? Найзада пока уже более-менее нормально. Көреміз, найзада болмай жатса, может кетемін. Қазір көбісі Китайға шығып жатыр, что-то Китайды, может Китайда іздеп көруге болады. иә Может Нурадин ағамызбен, может не оған все, просто былай продвигать ету үшін может отырамын ба, пока сөйлескен жоқпын әлі. и еще тағы бір нәрсе бар, ол өзінің лигасы бар. Егер жекпе-жек вообще болмаса, просто Мен октагонға шақырған барасың. 57-ге. Октагонға барасың. Октагонға. Давай 52 ашып берейік саған. Октагоннан. Мен айттым Сұлтан Рахметолламен реванш істейсіңдер. мен Пояс айттым ғой, титулға. 52-ден жоқ, 52 жоқ деді. Негізі октагонда бұрын болған, айтпақшы, ең бірінші турнирлерінде 52 жасап көрді, и что-то болмады, олар жауып тастады. 52 деген болған, ондай вес ашып көрді олар. Бір-екі турнирлерінде болды сондай вес. В общем, жағдай Бірақ сондай. найза мединис жағынан жақсы. Бір саты, 2 саты ма жоғары октагоннан гөрі. Кажется, примерно бірдей ма? Жоқ. Примерно бірдей. Ол эффект былай сезінеді. Мединис жағынан жақсы найза. Найза бұл Қазақстанда Ішкі медиаға. Қазақстанда жақсы Иә, сезінеді. ішкі жағынан. Мысалы, ненің октагонның көрермені ол бірнеше елде. Қазақстаннан кішкене, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан кішкене Мен сияқты. октагон аурасын білмеймін. Өйткені мысалы Қырғызстанның, Өзбекстанның ұлттық спорттық каналдарында көрсетеді. Әзербайжанның ұлттық каналында көрсетеді. И даже ютубтардың статистикасын алып қарасаң, олардың нелері, жанкүйерлері примерно бірдей әр мемлекетте. Мысалы, найзаны қарайтын 10 адамның 8-9 бұл қазақстандікілер. Октагонды қарайтын 10 адамның 4-еуі Қазақстан, 3-еуі Өзбекстан, 2-еуі Қырғызстан, 1-2-еуі Әзербайжан, Ресей деген сияқты. Олардікі более разбитыйді. Найза ол ішкі неге жақсы жасайды, өйткені главный жұлдыздарын алып қарасаң найзаның. Давай, өзің кім ойлайсың, найзаның бас жұлдызы кім деді? Қазір соңында Жако болды деп ойлаймын. Соңында. Вот, көрме, Жако қазақ. Сосын сен барсың. Сені де жақсы біледі. Әліби бар. Кім бар? Қазбек, Нұрбек Қабдырахманов қазір. Дастан чемпион болғаннан кейін, олардың бәрі қазақ. Октагон жұлдыздарын алып қарайтын болсаң, почти қазақтар жоқ. Көбісі блогер дейсің. Күнде бізді қазақтардан блогер ғана сезіледі, мысалы көрші елдерден алып қарайтын болсаң, өзбектерден мысалы кім? Хасан. Достон бар чемпион. Достон Бозаров өте танымал. Әзербайжаннан атын ұмытып қалдым, тоже өте танымал деген. Анвар Абдуллаев Октагонды бар. вообще қарамаймын. Тек дос балдарым шықса, Иә. ал былай даже мысалы Ақтөбеде даже октагон лига бар екенін де білмейді. Иә, біз мысалы найзаны біледі. Мысалы Алаш Прайд туралы кезінде ойлайтынбыз, Алаш Прайдты кім қарайды деп. Мен Алаш Прайдқа өзім барғасын көрдім. Қазір Алаш Прайдтың өзінің аудиториясы бар, бөлек вообще. Ол аудитория октагон мен найзаны қыстырмайды вообще. Ол аудитория көбінесе мысалы Шымкент, Тараз, сосын сондай аймақтарда өзінің тоже әр ненің өзінің сондай бір лигасы, лиганың өзінің бір аудиториясы бар. Кейбір нелерде пересекаются, бірақ в основном әр лиганың өзінің бір белгілі бір нелері бар екен, аудиториясы. Найза бір жағынан организация жағынан күшті. Күтіп алу, алып келу, апару, гостиницасы, мединис жағынан жаңағы турнирдің өткені, более командада олар бір профессиональный, бір жағынан жақсы. Сол жер ұнайды. Встречкеге бар даже любой сөйлескен мысалға да жүріп жүрген фотографтар, любой несіне де барасың смело. Даже не айтасың, істеп береді, көмектеседі жағынан. Күтіп алу жағынан. Мысалы Алашбайды бір рет төлестім. Даже октагонды да мысалы бар жүргенде көрдім, бірақ ондай ауыра қатты сезілмеді. Бір-екі адам, бір-екі медиада түсіретін адамдар ондай қатты дамымаған. Найзада кәдімгі шоу ретінде, не ретінде күшті болады ғой. Организация жақсы. Қазақстанда пока найзаға жете алмайды деп ойлаймын. Организация жағынан. Лига. Ешқандай лига.
тағы бар ма бір нәрсе бағдаттан сұрайтын? жоқ, менің ойымша талқылайтын дүниені талқылап болдық. Бізге қоятын сұрағың болса смело, Да. біз Бар. ашықпыз. Болмаса онда аяқтай береміз болады. иә интервьюді қараңыздар, нормальный сұрақтар болды деп ойлаймын. Жақсы жауапты. Иә, бірақ бұл интервью емес, бұл подкаст. Подкаст ба, интервью ма? Нөмір бірінші подкаст Қазақстанда. Осы подкасттан кейін иә, может хейттер, может бірдемелер кететін шығар. Бағдаттың карьерасы тю. Хейт, хайп келе берсін бәрі бізге. Біз ондай нәрсенің бәріне ашықпыз. Бізге жаман сөз, жеке өзіміздің тұлғамызды бір балағаттамасаңыздар болды, қалған нәрсені келе беріңіздер. Все? Сонымен Рахмет үлкен. Сізге де рахмет. Бұл промо подкаст сіздермен бірге болған. Triple C, People Champ. People Champ? Иә, народный чемп. Жақын арадан бастап, жуырдағы уақыттан бастап, краш. Әлі бітпеді ғой история оның. Қош сау болыңыздар.